Мен үнемі айтып жүрем, біздің әсіресе 2000 жылдары осы қазақтың жастары жаппай Ресей батысында белдіп бара жатқанда, сол кезде мұзарт тобы пайда болып, біраз жастардың бетін бері қайтарды. Артынша мұзартқа еліктеп қаншама біздің топтар құрыла бастады. Оның ішінде міндетті түрде бір Сәкен ағамыз, бір Мейрамбек ағамыз жүретін. Көрдіңіз бе, былай байқалмай, сол кезде мұзарт тобы осы қазақ эстрадасына революция алып келген топтардың бірі деп айтсақ болады. Бірақ біз көбінде сондай нәрсені ұмытып кетіп жатамыз. Осында біраз бизнесмендерге айтып келеді, мен үнемі ойымда жүреді. Неге осы бар кезінде осы мұзартқа бір аллея салмасқа деп. Бұл идеология жағынан керек қой. Мына Сәкен ағам бір інісі бар, Махат деген үлкен белес компаниясы. Өткенде біз ақылдасып жатырмыз, бұйырса келесі үлкен тұрғын үй салады ғой. Сол бір тұрғын үйге осы мұзарттың атын беріп, біз ана бір саған кейде Көктөбеге барамыз ғой. Енді әдемі жұлдыз Битлстың мүсіндері тұрады, орындығында отырады. Енді ол 2000 жылдары осы қазақ жастарын бері қайтарған мұзарттың шықасы болғаннан кейін, оның алдында бір орындығы мен бір мұзарттың мүсіні тұру керек деп біз ойлаймыз. Осыған кірісіп жатырмыз, бұйырса